Биыл шаһарда егін шаруашылығы саласын мемлекеттік қолдауға жергілікті бюджеттен 911 миллион теңге қаржы қаралған. Ал күзгі егін жинау жұмысына 104 тоннадан астам дизель отыны бөлініпті. Таратушы оператор болып Ұлы Орда 01 жауапкершілігі шектеулі серіктестігі бекітілген. Қазір дизель отынын шаруаларға үйлестіру жұмысы жүріп жатыр. Айта кетсек, дизель отынын босату бағасы литріне 250 теңге болып бекітіліпті. Көктемгі егіс жұмыстарына 35-те 9 тонна дизель отыны бөлініп, толығымен шаруа қожалықтарына үйлестірілді. Бүгінгі таңда операторымыз анықталып, жаңағы түскен өтінімге сәйкес барлық шаруа қожалықтарына жоспарға сәйкес белгіленген графикпен босатылып келуде. Тамыз айында Шымкенттегі ауыл шаруашылығы жалпы өнім көлемі 32,5 миллиард теңгеге жеткен. Егіс көлемінен 86 мың тонна өнім жиналады деп күтілуде. Сонымен қатар қысқы маусымға 307 мың тонна мал азығы дайындалып, жоспарланған жұмыстың 93% орындалыпты. Осылайша сала жауаптылары шаһарда қысқы маусымда азық-түлік тапшылығы орын алмайды деп сендіреді. Қазір қаламызда азық тауарлар тапшылығы жоқ. Ондай жағдайлар болған кезде біз арнайы штабпен тиісті шешімдер қабылдайтын боламыз. Бізден Шымкент қаласы тәуелді бір қатар тауарлар бар ма тізбеге кіретін. Өзіңіз айтқандай қант сияқты, күріш сияқты. Біз басқа республиканың өңірлеріне болмаса басқа мемлекеттерден тасымалданатын қорға тәуелдіміз. Осының алдын алу бойынша бізде тұрақтандыру қоры шеңберінде айналым қаражатын жүргізіп отырмыз. Соларға алдын ала төлемдер жасалып, нарықта тауардың бағасы көтерілген жағдайда оларға біз тауарды нарыққа белгіленген бағада маусымдық кіргізетін боламыз. Айта кетсек, мегаполисте ауыл шаруашылығы өнімдерінің жәрмеңкесі қаланың 8 нүктесінде ұйымдастырылады. Кәсіпкерлерге арнайы орын тегін беріледі. Есесіне олар тауар бағасын нарықтағыдан төмен ұсынуы тиіс. Ол жерде енді білесіздер, біздер сауда саясатына қатысты осы жаңағы тегін сауда алаңшаларының тазалық жұмыстарының есебінен біз бұл жәрмеңкеге қатысатын кәсіпкерлермен арнайы меморандумдарға қол қойып, нарық бағасынан 10-15% жаңағы сақтауды ұсынып отырмыз. Бүгінгі таңда жәрмеңке халықтың сұранысына өте үлкен сұранысқа ие. Әрине, ол жерде сын ескертпелер бар, біз оны қабылдаймыз, оны болдырмау мақсатында жұмыс жасаймыз. Бұдан өзге әлеуметтік тізімге енетін азық-түлік бағасына мониторинг жұмысы жалғасуда. Жыл басынан бері бағаны негізсіз көтерген 300-ге жуық кәсіпкер айыппұл арқалаған. Азиза Мадияр, Ерлан Бексаидов, Жалғас Жаңаберген, Уақыт телеарнасы.